Сәлем достар, қалдарың қалай? Біз бүгін деген кекс жасауды үйренеміз. Бірінші 3 жұмыртқа, сода керек, ертілген сары май, және қант, және сүт керек. Миксер керек. Миксердерім болмаса, винтикпен қолдануға болады. Ал достар, дайынсаңдар ма? Біз бастаймыз. Мұқият тыңдап ма? Үш жұмыртқамызды салдық. Енді үстіне қант салып, ақ болған сәден миксермен араластырамыз. Міне әппақ болды. Енді сары майымызды қосамыз. Сосын бірден сүтімізді қосамыз. Қайтадан жақсылап араластырып аламыз. Енді бір қасық сода қосамыз толтырмай. Содан кейін оң қосамыз квартысын. Енді қайтадан араластырамыз. Оның қалған квартысын қосамыз. Ада миксерлейміз. Содан кейін тестамыз дайын. Тестамыз дайын. Енді осы формочкаларға салып шығамыз. Формочкаларға салғанда алдымен бір қасықпен саламыз. Давай, кеттік. Дайындал. Міне бір қасық. А деген әріп Тониді слишком қатты көрмеші, пожалуйста. Давай, дайындал. Судан кейін жақсы көріп, судан Давай. Бір, екі. Міне бір тестаның қасығын. Good. Осы содасы кеттің ғой? Міне бір қасық теста салдық. Бір жерінге варенье саламыз, бір жерінге варенье салмаймыз. Бұл кекске варенье салмаса да, ол өте дәмді болып шығады. Просто не ортасына саламыз. Өзің қалағаныңызға не салғыңыз келсе де сала бересіңдер. Енді екінші қасықты салып шығамыз. 180 градусқа 30 минут қоямыз. Міне бізден пештен шығардық. Міне кекстеріміз дайын. Енді шай ішеміз. Сендерді кекстерді сөйтіп жасап, шай ішуге болады. Бір önce көрейін. Дәмдісін ай. Достар, менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңдар. Пока-пока.